Сәлем баршаларыңызға, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Бүгінгі видеода мен әлемнің сондай бір кеңдігін және сан алуандылығын және өмірде әртүрлі нәрсе болу мүмкіндігі туралы айтқым келеді. Мысалдармен, басқа да жағдайлармен. Қараңыздар, жалпылама Америка құрама штаттарында жүрсең де, Европада, дүние жүзінің кез келген мемлекеттерінде сенен сұрайды, сен қай жақтансың деп, сен айтасың Қазақстаннанмын деп. Егер де кішкене әр жерде тұратын халықтардың өзінің бір мәдени дәстүрлерімен білетін, танитын адамдар бар болатын болса, олар айтады: Қазақстан, Централ Азия, орталық Азия ма, сендер жылқының етін жейсіңдер ма, деген сияқты осындай нәрселер кетеді. И сен сол жағдайларда бағанағы сияқты танитын адамдар таниды, сол кезде сендер жылқының етін жейсіңдер ма, орталық Азиядансыңдар ғой деп. Сол кезде мен әрқашан жейміз дейтін түгім, мен айтатын түгім, жылқының еті тәтті, жылқының еті ең таза ет. Егер жылқының етін жесең күшің көбейеді, 2-3 күн бойы қарның ашпайды деген сияқты. Енді по приколу әртүрлі нәрселерді айтып, то что біз жылқының етін жейміз, ол вообще күшті нәрсе деген сияқты. Енді солардың бәрі шок болады. Американецтерінде, европейцтерінде, мына тұрған қасымыздағы орыстардың өздерінде де көпшілігі шок болады. Шок деген: қалай сонда сендер деп жейсіңдер деп та, енді сондай сұрақтарын қоя бастайды. Егер де біз әлгі адамдардың точка зрениесімен өзіміздің халыққа қарау үшін, онда мына нәрсені не аламыз. Біз мысалы кәрістерді білеміз, иттің етін жейді, қытайлар тасбақаны жейді, бақалына, шаян, басқа нәрселер. И мысалы иттің етін жейтін кәрістерге біз кәрістер иттің етін жейді екен деп, сөйтіп қараймыз. Қалай ол иттің етін жейді, олай қалай жейді ол адам, асқазанына қалай барады ол тамақ деп айтамыз. Дәл сол секілді әлгі жылқының етін мүлдем жемейтін, даже арабтардың өздерінде жылқы харам жеу, олар да бізге солай қарайды. Жылқыны олар адам сияқты, бір адамның досы сияқты, үй жануары секілді қарайды оған. Мінетін нәрсе, сендер оны қалай жейсіңдер дейді. Осы бойынша мен өмірімде көп сталкиваться еттім, және әрқашан маған ол прикол болатын айту. Біз жейміз, біз андай нәрсе. Одан кейін американецтер басқалардың арасында вегетарианец, вообще ет жемейтін, балықтың еті, тауықтың еті, любой етті жемейтіндер болады. Олар вегетарианецтер дейді. Олар Америкада, Европада өте көп. Соларды көрген уақытта, осы уақытқа дейін мен прикол ұстайтын едім. Оларға еттің суретін жіберіп, гамбургердің, жылқының етін, Қазақстанда туысқандарымыз там жылқы сойып жатады, соның суреттерін жіберетін едім. Ешқандай жаман ойым жоқ, чисто по приколу, чисто түсінбеймін олардың как бы точка зрениясын, олардың көзқарасын өмірге қалай қарайды. Әрбір адам өмірге мүлдем басқаша қарайды, және бірін-біріне ұқсамайды. Осылай жасап жүретін едім. Енді не болды, мен не айтқым келіп жатыр? Осыдан бір апта бұрын YouTube'да бір видео көрдім. Документальный фильм, орысша «Земляне» деп аталады. Қазақша аударғанда жерлестер, жерлестер. Сол документальный фильм өзі 1,5 сағатта YouTube'да бар, көрсеңіздер болады. Ссылкасын мына видеоның астына тастаймын. Бірақ көргеннен кейін бір нәрсеге дайын болыңыздар. Менде не болды? Мен ол 1,5 сағаттық документальный фильмнің ровно 20 минутын ғана көрдім. 20 минутын ғана көрдім, даже 15 минут шығар. И осы маған жеткілікті болды, чтоб етті, білмеймін, қазір 6-7 күн болды, мен ет жей алмай жатырмын вообще, шын айтамын. Ет тұрады, и аузыма кішкене салам, и шайнай алмаймын, жұта алмаймын, просто білмеймін, қалай айтсам болады.
Это очень сложно. И қазір вот ет жоқ нәрселерді бүйтіп нормально жеймін. Сондай нәрселерді уже бүйтіп іздеп не қылып жатырмын да. И осындай осы фильмнің арқасында болды. Фильм менің көзқарасымды ашты. Фильм как будто мені бір өзгерткен секілді болды. Ол не то что ол, бір маған білмеймін, бүкіл жануарлар бар, тірі жан. Вот айтады ғой, шошқаның миы 3 жасар баланың миымен бірдей болады, немесе маймылдікі 5 жасар баланың миыменен бірдей болады деп. Осындай нәрселер. И бағанағы фильм просто мен немді өзгертті. Білмеймін, достар, егер де қызық болатын болса, көрсеңдер болады. Көретін болсаңыздар, сразу дайын болыңыздар, просто ет жей алмай қаласыздар. И все. И уже адам өзінің диетасын, күніге тамақ жеудің, ассортимент бүкіл нәрсенің бәрін өзгерту керек болады. Ал мен қазір сол нәрсеге дайын бола алмай жатырмын. Өзіңіз ойлаңыз, мен ана күні ғана 2 апта бұрын басқаша ойда жүретін болсам, ана фильмді уже 6-шы күн болды көргеніме. 6-шы күн тамақ жей алмай жатырмын, қарным аш, и тамақ істеп жатыр, бақы бүкіл нәрсе. Что-то не то, көбірек жейсін, тойымсыз болады. Оның барлығы осы нәрсені жетпей жатыр. Бізде етте көп нелер бар ғой, полезный нәрселер, бірақ қазіргі дамыған заманда біз ол нәрселерді, басқа нәрселерден аламыз. Сол нәрселерге жалпы дайын болу керек деген секілді. Осындай, достар, поэтому мен, скорее всего, ары қарай алдағы уақытта да солай болып өтетін секілді, жей алмай. Просто это ұмыту мүмкін емес. Ана фильмнен көрген әсерді, көздегі картинаны ол өмір бақи ұмытылмайды. И скорее всего, мен өмір бақи жей алмаймын ол етті. Еттен жасалатын тауықтың еті болсын, жылқының еті, любой ет, балықтың етіне дейін. И знаете что, бір нәрсе айтатындығым, кішкене осының ішінде бақытты сезінесің. Вот. И сен өмірде түсінесің, то, что мен өмірде вот единственный бір нәрсе мен бар ғой, өмірдегі жалғыз нәрсе екен, осы шешімім, мен дұрыс істеп жатырмын. Бұл понятие, бұл бар ғой, шешім, бұл қабыл, бұл шешімнің түбіндегі әкелетін пайдасы, бұл, білмеймін, әлемге, халыққа, немесе бір белгілі бір ұлтқа, еліңе, қалаңа, отаныңа бір қызмет еткеннен, немесе бір пайда жасағаннан өте көп секілді да, өте жоғары секілді ол уровеньнен да, бұл жасаған сенің, как бы әрбір адамның өз үшін жасаған ерлігі. Білмеймін, сіздер қалай ойлайсыздар, комментарийға жазыңыздар. Сіздерменен өте қатты бөліскім келді, және ішім қазір действительно босап қалды. Осы кеттік, осы